Сәлем достар, менің атым Елғали Дәулетбек. Мен 2011 жылдан бастап осы ақпараттық технологиялар университетіне оқуға түстім. 2015-те тәмамдадым. Содан кейін IT саласы бойынша жұмыс істеп жүрмін. Қазіргі таңда шамамен алған кезде 13-12 жылдай IT саласы бойынша тәжірибем бар. Қазіргі таңда инновациялық орталық, осы орталықтың директорлық қызметінде жұмыс істеп жатырмын. Негізі IT саласына кірмеу туралы көп ойландым. Себебі өздерің білесіңдер, өздеріңде студентсіңдер. Студент болып сабақ оқыған кезде сенің бір күтетінің бар. Одан кейін шынымен бұл өмірде болатын тірлігің бар. Осы екеуінің тұспа-тұс келуі ол сенің толыққанды бір тұлға ретінде қалыптасуыңа ықпал етеді. Біздің оқыған материалдардың барлығы жұмысқа керек болды. Ауада керек болды, себебі біз ешқандай адаптация, ештеңе болған жоқ, бірден жұмысқа кірістік. Өзіме есімде қалған жобалар және өзіме жақын жобалар, олар ITFest жобасы бар, бұрынғы Хагдей, қазір ITFest деп аталады. IT бағдарламалау курстары ашылған болатын, IT Foundation, бұл әлі күнге дейін жұмыс жасалып тұр. Және өте былай мақтанышпен айта кететін нәрсе, ол қолданып жүрген сіздерде қолдарыңызда Каспий KZ мобильді қосымшасында бастауында мен де болдым. Сол жобаға да мен қатыстым. Менің студенттік шағымда біздің университет өте күшті, керемет университеттердің бірі болатын. Себебі біздің университетпен көп университет кәдімгідей санасатын. Студенттік ұйымдар бізде өте көп болды. Ең керемет ұйымдардың бірі және Қазақстанда жоқ болған ұйым, ол бізде Америка футболы болды. Мен өзім ұйым құрдым бұл университетте, мұрагер домбырашылар ансамблін құрдым. Соның былайша айтқанда жетекшісі болып жұмыс істедім, лидер болып. Ол клуб 2011 жылы құрылды, 2018-ге дейін болды. Одан кейін 2018-де мұрагер ансамблін, кейін тек қана домбырашылар ансамблі деп кетті. Талапкерлерге айтатын нәрсе, өзіңнің жүрек қалауыңдағы мамандық таңда. Ол мейлі грант болсын, ақша керек болсын, сонымен ғана оқы. Жүрек қалауыңда келмей мамандық, ол шекет қал. Бекерден бекер 4 жыл уақытыңды жұмсап, одан кейін қаламаған мамандығың бойынша өмір бойы жұмыс істеу, былайша айтқан кезде жаман нәрсе. Ол өзіңнің өміріңе бір балта шапқан сияқты. Айтады ғой, мамандық таңдауды қателеспе дейді ғой. Талапкерге айтатын нәрсе, ұбт-ны 10-11 жастан бастап дайындай бер. Себебі ұбт бәрін шешеді. Яғни мен не деп айтқым келеді, ұбт-дан егер де құлап қалсаң, бір өмірдің сынағы өмірің бітті деп әңгіме айту керек емес. Бұл жағында сәт. Ол ұбт бап шабады немесе бақ шабады, соның ғана нәтижесі. Ал бірінші курс пен екінші курстың студенттеріне айтқым келген тек қана оқыңдар. 1 мен 2-де сен оқысаң, негізі дұрыс айтады, үйдің фундаменті қалай қаланады, ары қарай үй солай өседі. Тура сол сияқты ғой. Сіздер бала кездеріңізде ата-аналарының еңбек терімен тапқан ақшасын сіздерге беріп оқытады. Сіздер оны келесіздерде бірінші курста, екінші курста қиятасыздар. Не тәрбиеден жұрдай, не сабақтан жұрдай, не өздерін жоғалтасыңдар. Олай болмау керек. Зарплата туралы айтайын ба? Зарплата жетеді өміріме қарыз сұрамауға, бірақ қарыз беруге.